1979 жылы желтоқсан айында кеңес үкіметі Ауғанстан жеріне кеңес әскерлерін енгізуге бұйрық берді. Соғыс зұлымдылық, жазықсыз төгілген қан. Аумағында соғысында 22 мың адам қатысып, 761 адам қаза тапты. Олардың 21 адамы хабарсыз кетті. Бүгінгі таңда 10 мыңға жуық ардагерлер бар. Олардың 3 мыңдайы мүгедектер қатарында. Сіздер ауғандық жауынгерлер, жырым бар жараланған жанынды емдер, өлгендердің жанатта болсын жаны, тірілерің мың жаса дәулендер. Ерлік қылған ағаларым аспан асты жер үсті, біз сәндікке кимегенбіз деп шалбар менен бөрікті. Отан ана алдындағы өтпеймін деп борышты, атаныңдар, атқардыңдар соғысты. Құрметте құрбандардың рухын, қабірлері нұрға күндер жыласын, есіл ерлер ескерткішке айналсаңдар біз үшін, мәңгі бақи тірісіңдер. Жастығымен жауға атылдық оқ болып, әндететін кезін еді төс керіп, жаудың оғы сан мүшенді төрт бөліп, кейбіреуін кеттің мүлде жоқ болып. Мен қазақтың оғанның жерінің, мен қазақтың тірегінің жерінің, оғанның туын көкке көтерген, болашаққа алға бастап жетелер. Қиындықты қазағының арқашан қайыспаған қара надай көтерер.